Hello dear students, how is it going? Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 3-ші сынып ағылшын тілі People's Book кітабындағы 100 және 101-ші беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. So let's do exercise. Exercise number 17. Оқушылар 17-ші жаттығуды орындайық ендеше. Listen, point and repeat then match деген. Бұл жерде оқушылар көріп тұрғандарыңыздай жаңа сөздер, сол жаңа сөздердің суреттері тұр. Соларды біз сәйкестендіріп қоюымыз қажет. Бірінші бізде көріп тұрғандарыңыздай скейтборд сөз жазылған, яғни ол скейтборд тебу, ол и суретінде көрсетілген. Екінші do karate. Do karate ол бізде каратемен айналысу. Ол бізде си суретінде көрсетілген. Үшінші jog. Jog ол бізде жай жүгіру, ол бізде F суретінде тұр. Келесі hop, секіру. Ол бізде оқушылар D суретінде көрсетілген. Келесі 5-ші skip, ол секіргішпен секіру. Ол G суретінде тұр. 6-шы have a picnic, яғни пикник жасау, A суретінде көрсетілген. Соңғы play the violin, ол бізде скрипкада ойнау, B суретінде тұр. The next exercise number 18, complete Corkem's poems and say which things is not Corkem's дейді. Оқушылар 18-ші жаттығуда көркемнің өлеңін толықтыр деген, және де көркем не нәрсе жасамайтынын айт дейді. Бірінші бізде I can surf деп тұр, яғни мен серфинг жасай аламын деген. I can, бұл жерде әріптердің орны ауысып кеткен, сол әріптерді дұрыстап жазуымыз керек. I can jog болады бұл жерде, яғни жай жүгіре алу, жай жүгіре аламын деген. Үшінші and I can, бұл жерде skip сөзі болады, яғни секіргішпен секіре аламын. Ол D суретінде көрсетілген бұл жерде. Төртінші I can play the violin болады, яғни play сөзі жазылады. Бұл жерге мен скрипкада ойнай аламын деген. The next 5-ші I can do karate болады. Бұл жерде do сөзін жазамыз. I can do a lot of things. What about you дейді. Мен тағы да көптеген нәрселер жасай аламын, ал сен ше дейді. Оқушылар, яғни көркем, ол бұл жерде скейтборд тебетін айтпаған, яғни ол скейтборд тебе алмайды. Сол не нәрсе істей алмайтынын жалпы ауызша айт деген. Бұл жерде суреті тұр, яғни ол сурет бізде артық болады. Келесі бізде оқушылар келесі бетте study spot тұр, яғни ереже. Бірінші сөйлемді оқиық. I can skip really well дейді. Мен шынымен жақсы секірем деген, яғни секіргішпен look at me дейді, маған қара дейді. Енді оң жақта тұрған сөздерге назар аударайық. Quick, quickly деп, яғни ly әріп жазылған. Quick деген бізде тез, жылдам деп аударылады, яғни quickly жылдамырақ, яғни тезірек деген мағынаны білдіреді. Яғни ly әріпі жазылса бізде күшейтпелі түрде қолданылады бұл жалғау. Келесі easy, easily. Easy ол бізде оңай деген, easily оңайырақ, жеңілірек деген сөз. Good бізде жақсы деген сөз, ал оған біз ly әрпін жалғамаймыз, жай ғана ол сөз өзгеріп кетеді, well дейміз, яғни жақсырақ. Ал соңғы fast деген, тез деген сөз, ол бізде дәл солай қалады, яғни fastly деп айтпаймыз, немесе сөзді өзгертіп жібермейміз. Fast болып дәл солай қалады. Бұл ереже оқушылар. Осы сөздерді біз жаттап алуымыз қажет. Қай жерде ly, яғни көмекші жалғау жалғанады, қай жерде жалғанбайды, соны нақты білу үшін берілген ереже екен. The next exercise number 19, make sentences. 19-шы жаттығу сөйлемдерді құра деген. Бұл жерде can және can't модальді етістігін қолдану арқылы біз сөйлем құраймыз. Смайликтерге қарап, егер яғни смайлик күліп тұрған болса, ол болымды сөйлем болады. Көңіл күйі жоқ болса, болымсыз сөйлем, яғни can't модальді етістігін жазамыз. Біріншісінде Гүлнара can do karate деп жазған, яғни Гүлнара каратемен айналыса алады деген. Екінші we have a picnic today деген. Бүгін бізде пикник бар деген. Бұл жерде смайлик, яғни көңіл күйі жоқ, сондықтан да болымсыз сөйлемге айналдырып жазамыз. We can't have a picnic today деп жазамыз. Яғни бізде бүгін пикник жоқ деген. Үшінші Санжар jog all day деген. Санжар can jog all day деп жазамыз. Яғни болымды сөйлем. Санжар күні бойы жай жүгіре алады деген. Төртінші Бақытжан surf at all. Бұл жерде болымсыз сөйлемге айналдырамыз. Бақытжан can't
surf at all. Бақытжан, яғни жеткілікті серфинг жасай алмайды деген, иә. Бесінші, аяулым sail with us. Бұл жерде болымды сөйлемге айналдырамыз. Аяулым can sail with us болады. Яғни аяулым бізбен бірге не істей алады дейді, sail, яғни қайықпен жүзе алады дейді. Exercise number 20. What can Han Sultan do? Look and say. 20-ші жаттығу. Хан Сұлтан не істей алады? Қара және жаз дейді. Көріп тұрғандарыңыздай, оқушылар суретке қарап біз сөйлем құрамыз қажет. Қасында сөздер берілген. Сол сөздерді қолданып біз сөйлем құраймыз. Яғни сіздерге жаңа ережеде түсіндіріп кеттім. Бұл сөздерді beautifully, carefully, quickly деп, яғни ly жалғанған. Енді бірінші сөйлем құралы отыр. Астында оқушылар оқып қарасаңыздар болады. He can skateboard very carefully дейді. Ол скейтбордты мұқият, өте мұқият тебе алады деген. Екінші, he can play the violin very beautifully деп жазамыз. Яғни ол скрипкада өте әдемі ойнай алады деген. Келесі үшінші, he can do karate very well деп жазамыз. Яғни ол каратемен өте жақсы айналысады деген. Төртінші, he can skip very quickly. Ол, яғни секіргіште тез секіреді деген. Соңғысы велосипед тебу. He can ride a bike very fast. Ол, яғни велосипед тез жүргізеді деген, тез жүргізе алады деген. Келесі exercise number 21. Let's play деп тұр. Кел ойнайық деген, иә. Can you hop деп сұрақ қойып тұр нағыз. Сен, яғни секіре аласың ба деген. Yes, I can. Look at me. Иә, мен секіре аламын, маған қара дейді. Яғни бір аяқпен секіру бізде хоп болады. Бұл жерде оқушылар бұл жаттығуды жазбаша орындамайсыздар, жай ғана ауызша, мына екі қыз сияқты бір-біріңізбен қасындағы оқушымен сөйлем құрап, бір-бірлеріңізге жауап берсеңіздер болады. Осымен оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше оқушылар, see you next lessons. Goodbye, students.